Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай хит болып жүрген тюльпан самса жасайтын боламыз. Алдын ала еленген ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, оның үстінен сары майды осылай үккіштен өткіземіз. Ұнымыз бен сары майымызды осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымыздың үстіне жұмыртқа мен сүтімізді қосамыз. Енді тұзымызды салып, қамырымызды илейміз. Қажет заттарымыздың бәрін описаниеге жазып қалдырамын. Енді қамырымызды илеп болған соң пленкаға салып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Самсамыздың ішіне салатын салмасына тартылған ет пен пиязды салдым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, аз ғана сұйық май құйып, жақсылап араластырдым. Енді осылай тынған қамырымызды екіге бөліп аламыз. Одан соң мейлінше бірдей бөліктерге бөліп шығыңыздар. Осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Қамырымыз беті кеуіп қалмас үшін үстіне осылай пленка жауып қойыңыздар. Енді самсамызды осылай бір-бірлеп жайып, әдемілеп түйіп шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін осылай жасап жатырмын. Егер де қазақ тілді каналдың дамуына үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, самсалардың бетін осылай жағып шығамыз. Өз қалауларыңызша үстіне мак, күнжіт сепсеңіздер болады. Одан соң қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын, өте керемет болып шықты. Мінекей самсамыз үгітіліп, дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, назарларыңызға рахмет.